Барлықтарыңызға сәлем, барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз творожный пирог жасайтын боламыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ең бірінші еліктен 200 грамм ұнымызды өткізіп, ыдысымызға салып аламыз. Оның үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, шекерімізді, яғни қантымызды өзімізге керек мөлшерінде салып аламыз да жақсылап араластырып, оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, крошка қамыр жасайтын боламыз. Міне біздің крошка қамырларымыз дайын болды. Енді оның үстіне бір жұмыртқаны жарып салып, жұмсақ қылып, жақсылап біріктіріп, қамырымызды илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды салфанға салып, салмасы дайын болғанша 20 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін творогымызды алып, ыдысымызға саламыз. Мендегі үйдің творогы, магазин творогы да жарай береді. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға, тәттіні жақсы көрулеріңізге байланысты шекерді саласыздар. Мен 4,5 ас қасық шекер салдым. Және оның үстіне 2 ас қасық қаймағымызды салып, барлығын біркелкі сұйық масса шыққанша блендердің көмегімен езіп аламыз. Салмамыз дайын болды. Енді бағана холодильникте тұрған қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен немесе қолдың көмегімен формамызға жайып орналастырып аламыз. Мен оқтаумен жайып алдым. Болмаса формамызға салып, қолдың көмегімен де жайып алуға болады. Дайын болған қамырымызды формамызға орналастырып, мендегі 28 диаметрлік форма. Осылайша вилканың көмегімен әр жерін қамырдың тесіп шығамыз. Жақсылап бортиктарын орналастырып аламыз біркелкі етіп. Міне барлығы дайын болды. Енді қамырымыздың бетіне салмамызды құямыз. 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Піскенін спашканың көмегімен тексереміз. Міне біздің сүзбе қосылған бәлішіміз, яғни творожный пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, бізге ас болсын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Маған тіркеліп алсаңыздар, мен күн сайын сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Менің рецептерімді бірінші болып көру үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.